Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бүгін мен Нұралы ағайларыңыз. Бүгінгі біздің талқылайтын сабағымыз импульс тақырыбы. Ал ендеше көп созбай сабағымызға кірісейік. Жалпы бізде импульс дегеніміз не? Ең алдымен соны талқылайық. Импульс дегеніміз дене қозғалысын сипаттайды. Қозғалыс. Мінекей белгілі бір массада, мысал ретінде бір шар осы бағытта қозғалады деп елестетсек, міне осы процесс бізде импульс құбылысын сипаттайды. Формуласы Ф тең болады М сәйкесінше Ф. Мінекей импульс. Яғни бұл бізде дененің импульсы. Дене импульсы. Дененің қозғалыс мөлшерін сипаттайтын векторлы шама дене импульсы деп аталады. Формуласын жазып кеттік. Жалпы дене импульсін негізінен импульсі біз дененің қуаты деп алсақ болады. Дене қаншалықты массасы мен жылдамдығы артқан сайын оның осы импульсі де артады деп есептейміз. Мысал ретінде бір мысал сіздерге айта кетейін. Мысалы бізде бір массасы жоғары темір белгілі бір жылдамдықпен қозғалып келе жатыр деп елестетейік. Ал екінші бізде массасы темірдікінен төмен бір пластик қозғалып келе жатыр деп есептейік. Екеуінің жылдамдығы V1, V2. Екеуінің жылдамдығы негізінен бірдей. Бірақ масса 1 үлкен, масса 2. Міне, разница осыда. Яғни масса 1, масса 2-ден үлкен болған әсерінен бізде импульс біріміз екінші импульстың шамасынан әлдеқайда үлкен болады. Мінекей, яғни массаға да, жылдамдыққа да дене импульсінің артуы сол екі шамаға тікелей байланысты деп біз қорытындай аламыз. Егер де бізде денеге қайтадан суре салайық. Жылжып келе жатқан денеге бізде осы жерден үстінен деп елестетсек, F деген күш әсер ететін болса, дене тоқтайды белгілі бір уақыт арасында. Бұл бізде күш импульсі деп аталады. Күш импульсі дегеніміз бізде күштің әсер ету уақытына көбейтіндісі. Мінекей, жаңағыдай формуласы I тең болады F. Белгілі бір уақыт арасында белгілі бір күш жұмсалатын болса денеге, бұл бізде күш импульсі деп аталады. Осы екі импульс, дене импульсі мен күш импульсін байланыстыратын формуланы қорыта кетейік. Ең алдымен бізде бәріміз жақсы көретіндей, жақсы білетіндей Ньютонның екінші заңы формуласын аламыз. Одан кейін біз үдеуімізді дельта V бөлінген Т деп ашып алатын болсақ, бір-біріне қарама-қарсы жіберетін болсақ, бізде мынандай бір кереметтей формула пайда болады. Мынау дене импульс. Дене. Мынау күш импульсі. Байқап отқандарыңызда екеуі бір-біріне тығыз байланысты. Міне бұл екі импульстың теңдеуі деп аталады. Ендігіде көп созбай, ендеше есептерге кірісейік. Ең алдымен бірінші есебіміз алғашқы. Массасы 0,2-5 килограмм болатын доп в 4 метр секунд жылдамдықпен қозғалып жатыр. Топтың импульсін табыңдар дейді. Әрине, берілген жазайық. Массасы 2,5 килограмм. Жылдамдық бізде 4 метр секунд. Табу керекпіз. Импульс. Формула. For деп қысқарта салайық. Формуламыз М көбейтілген V деп айтайық. Енді формуладан есеп шығаратын болсақ, 2,5 килограмм көбейтеміз оны жылдамдыққа. 10 килограмм көбейтілген метр секунд. Бұл бізде дене импульсінің өлшем бірлігі. Жауабымыз 10 шықты. Ендеше келесі есепке кетейік.
келесі есебіміз денеге 20 ньютон тұрақты күш уақыт әсер етеді. Біздің уақытымыз 0,3 секунд екен. Бұл әсерден күш импульсын табыңдар дейді. Белгілерін жазайық. 20 ньютон күш әсер етіп жатыр. Белгілі бір уақыт ішінде ол бізде 0,3 секунд. Табу керек. Күш импульсын. Оңай. Формуламыз. Еске түсіреміз. F көбейтілген 20 ньютон көбейтеміз 0,3. Так. 20 ньютон көбейтеміз 0,3. Математикам ай деп қоясын. Көбейтесін. Бізде 600 ньютон көбейтілген секунд, ол бізде күш импульсінің белгіленуі. Ньютон көбейтілген секунд. Келесі есепке күрделі алсақ, күрделі есеп сияқты. Не дейді? Бейсбол добының массасы берілген 0,15. Топтың жылдамдығы соққыдан бұрын в нолевойымыз бізде 30 метр секунд, соққыдан кейін осындай болды 45 метр секунд. Қақтылас уақыты 0,1 секунд деп алынса, допқа түскен импульс табылады дейді. Және де орташа күшті табылады дейді. Бастайық. Массамыз 0,15 килограмм. Бізде біріміз 30 метр секундтан V2-міз 45-ке дейін барған екен. Қанша уақыт арасында? 0,1 секунд арасында табу керек. Ең алдымен топқа түскен импульс. Импульс табу керек. Одан кейін орташа күш дейді. Болмас. Орташа күш F табу керек та. Алынша бастайық. Жалпы бізде ең бірінші аны қарастыра кететін болсақ, импульс табайық. МВ массамыз бізде қанша? 0,15. В-мыз бізде дельта В ғой. Дельта В дегеніміз бізде 45-тен 30 алу деген сөз. 45-тен 30 алатын болсақ, бізде 15 метр секунд шығады. Енді 0,15-ті бізде теміз 15-ке шығады екен. 2,25 килограмм көбейтілген метр секунд. Төбеме шығып кетпесем екен. Не дейді? Бізде қарсыласу уақыты осындай дейді. Табу керек. Орташа күш табайық дейді. Жалпы бізде импульс екеуі тең емес пе? Дұрыс па? Яғни біз күш импульсын дене импульсына теңестіре аламыз. Осыны пайдаланып біз жағаны F көбейтілген Т деп алсақ, осы жерден F табатын болсақ, бізде бөлеміз Т-ға. Бұмыз біздің 2,25 килограмм көбейтілген метр секунд. Бөлеміз қанша секунд? 0,01 дейді. Осы 0,01-ге бөлетін болсақ, жауабымыз 225 ньютон шығады екен. Мінекей есептерімізді аяқтадық, импульсын жалпы. Енді қорытындылай келе, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан деп Абай Құнанбай ұлының сөзімен аяқтағым келеді. Ендеше сау болыңыздар. Сіздермен болған Нұралы ағайларыңыз келесі кездескенше, саулықта жүздескенше.